Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы анықталған интегралдың геометриялық және физикалық есептерді шығаруда қолданылуы. Сабақтың мақсаты: бүгін сіздер анықталған интеграл ұғымымен танысасыз. Анықталған интегралды есептей білуді үйренесіз. Сабақта сіздер қисық сықты трапецияның ауданын табуды қарастырдыңыз. Есімізге түсірейік. Қисық сықты трапецияның ауданын табу үшін мынадай алгоритмді қолдандық. Бірінші, бір координатылық жазықтықта берілген қисықтардың графиктерін салу. Y тең X-тен F. Екінші, графиға қисық сықты трапецияны жоғарыдан шектейтін функцияның алғашқы функциясын табу. Яғни X-тен үлкен F плюс C. Үшінші, қисық сықты трапецияның төменгі табаны болатын кесіндінің шеткі нүктелерінің координаталарын анықтау. M1 нүктесінің координаталары X1-де 0 және M2 нүктесінің координатасы X2-де 0. Төртінші, S тең B-дан үлкен F минус A-дан үлкен F формуласы бойынша есептеу. Қисық сықты трапецияның ауданын басқа жолмен табуға бола ма? Иә, болады. Ол үшін бүгінгі сабағымызда анықталған интеграл ұғымымен танысасыз. Функцияны интегралдау үшін ол осы кесіндіде үзіліссіз болу керек. Егер X-тен F AB кесіндісінде үзіліссіз функция болса, онда ол осы кесіндіде X-тен F функциясының анықталған интегралы болады. Оқылуы: A-дан B-ға дейінгі интеграл X-тен F dx. Мұндағы A мен B сандары интегралдау шектері A төменгі шегі, B жоғарғы шегі. Сонымен AB кесіндісінде X-тен F үзіліссіз функциясы X-тен теріс емес болса, қисық сықты трапеция ауданын былай жазуға болады. S тең A-дан B-ға дейінгі интеграл X-тен F dx. Бұдан S тең A-дан B-ға дейінгі интеграл X-тен F dx тең B-дан үлкен F минус A-дан үлкен F түрінде формуласын аламыз. Бұл формуланы Ньютон-Лейбниц формуласы деп атаймыз. Бұл формула кімдердің есімдерімен аталған? Олар туралы не білеміз? Ньютон Исаак, ағылшын астрономы, физигі әрі математигі. 17 ғасырда дифференциалдық және интегралдық есептеулерді математикалық практикаға енгізді. Готфрид Вильгельм Лейбниц, 17 ғасырда неміс рухы туғызған, терең де жан-жақты дамыған философ. Екінші жағын алу математик, физик, саясаткер, тарихшы, құқықтанушы. Туындыны дифференциалдау деп атаған және интеграл белгісін енгізген. Алдағы уақытта B-дан үлкен F пен A-дан үлкен F айырымын X-тен үлкен F шектері A-дан B түрінде жазатын боламыз. Сонда A-дан B-ға дейінгі интеграл X-тен F dx тең X-тен үлкен F шектері A-дан B-ға дейін тең B-дан үлкен F минус B-дан үлкен. Енді мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал: анықталған интегралды есептеңіз. Минус 2-ден 4-ке дейін интеграл 8 плюс 2x минус x квадрат dx. Бұл интегралды Ньютон-Лейбниц формуласы арқылы есептейміз. Оның алғашқы функциясы 8x плюс 2 еселенген 2-ден x квадрат минус 3-ден x куб, шектері минус 2-ден 4-ке дейін. Олардың шектерін қойып, есептеп, нәтижелерін азайтқанда, оның мәні 36-ға тең. Жауабы 36. Келесі мысал: минус 1-ден 1-ге дейінгі интеграл 8 бөлінген түбірдің астында 5 плюс 4x dx. Бұл интегралды есептеу үшін Ньютон-Лейбниц формуласын пайдаланып, оның алғашқы функциясын тапсақ, 8 көбейту 2 көбейту 4-тен 1 еселенген түбірдің астында 5 плюс 4x, шектері минус 1-ден 1-ге дейін. Функцияның шектерін қойып,
Оларды есептесек, нәтижесінде 8-ге тең. Жауабы 8. Келесі екінші мысал. Тепе-теңдікті дәлелдеңіз. 0-ден пи бөлінген 3-ке дейінгі интеграл 4 синус x dx тең 0-ден 1-ге дейінгі интеграл 6x квадрат dx. Бұл тепе-теңдікті дәлелдеу үшін әр интегралды есептеп, олардың сандық мәндерін салыстырамыз. Бірінші, 0-ден пи бөлінген 3-ке дейінгі интеграл 4 синус x dx. Оның алғашқы функциясы минус 4 косинус x. Шектері 0-ден пи бөлінген 3-ке дейін. Шектерін қойып, нәтижелерін азайтып есептеген кезде, нәтижесінде 2 шықты. Екінші, 0-ден 1-ге дейінгі интеграл 6x квадрат dx. Бұның алғашқы функциясы 6 еселенген 3-тен x куб. Шектері 0-ден 1-ге дейін. Шектерін функцияға апарып қойып, нәтижелерін есептесек 2-ге тең. Анықталған интегралдың сандық мәндері тең. Олай болса, берілген теңдік дұрыс. Келесі, үшінші мысал. Теңдеуді шешіңіз. X-тен 4-ке дейін интеграл dt бөлінген түбірдің астында t тең 2-ге. Бұл теңдеуді шешу үшін алдымен Ньютон-Лейбниц формуласын пайдаланып интегралды табамыз. X-тен 4-ке дейінгі интеграл dt бөлінген түбірдің астында t тең 2 еселенген түбірдің астында t x-тен 4-ке дейінгі шектері тең 2 түбір астында 4 минус 2 түбір астында x тең 4 минус 2 еселенген түбір астында x. Табылған өрнекті x санына теңестіріп, теңдеуді шешеміз. 4 минус 2 түбір асты x тең 2-ге. Немесе түбір асты x тең 1-ге. Бұда x тең 1-ге. Жауабы 1. Сонымен, біз анықталған интегралдың мысалдарын қарастырдық. Енді есептер шығарайық. Бірінші есеп. 1-ден 3-ке дейінгі интеграл 3x квадрат dx. Бұл есепті Ньютон-Лейбниц формуласы арқылы есептеп шығарамыз. Оның алғашқы функциясы 3 еселенген 3-тен x куб. Шектері 1-ден 3-ке дейін. Түрлендірсек x куб тең шектері 1-ден 3-ке дейін. 3-тің кубы минус 1-дің кубы тең 26-ға. Жауабы 26. Екінші есеп. 0-ден 2-ке дейін интеграл 6x квадрат минус 2x плюс 5 dx. Оның алғашқы функциясы 6 еселенген 3-тен x куб минус 2 еселенген 2-ден x квадрат плюс 5x. Шектері 0-ден 2-ке дейін. Түрлендірсек 2x куб минус x квадрат плюс 5x. Шектері 0-ден 2-ке дейін. Шектерін қойып, есептеп, олардың нәтижелерін азайтқанда 22-ке тең. Жауабы 22. Сонымен, сіздер анықталған интегралдың ұғымымен таныстыңыз. Және анықталған интегралды есептеуді үйрендіңіз. Ал енді өз бетімен жұмыстануға арналған тапсырмаларды орындап көріңіз. Өз бетімен орындауға арналған тапсырма. 1 мен 4-ке дейінгі формулаларды жаттаңыз. Номер 1-ші есепті орындаңыз. Есепке төмендегі дескрипторларды пайдаланыңыз. Ньютон және Лейбниц туралы хабарлама дайындаңыз. Тапсырма. 1-ші есеп. Анықталған интегралды есептеңіз. Бүгінгі сабақтағы біліміңді пысықтағың келсе, төмендегі дерек көздерді қарауыңызға болады. Өзіндік тапсырма орындауларыңызға сәттілік, назарларыңызға рахмет.